сіз жібердіңіз ғой. Иә. Сізде бар. Енді міне қазір көрейік Жақсы болды, Фарида, маған жол ашып беретін болдың. Енді Фарида, сіз айта беріңіз, сізді тыңдайық. Иә, мен 7 сыныпта қазақ тілінен жаздырдым. Досы көпті жау алмайды деген тақырып 7 сыныпта өзі сүйіспеншілік және достық деген бөлім бар ғой. Сол 11 сағат бөлінген өзі. Соған деп алдым. Енді жоспарын жіберген, онда мен мақсатын сол өзі дәл сол 5 сыныптығын әкелдім де көшіре қойдым. Эссенің кіріспе негізгі қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не суреттеп жазу деген өзі берілген мақсатты алдым. Иә, соны қойдым, оқу мақсатын. Сосын сабақтың мақсатын былай деп алдым. Берілген тірек сөздерді, тақырыпқа қатысты мақал мәтелдерді орынды қолданып, оқиғаны сипаттап, не суреттеп, есте құрылымын сақтап жазады деп. Сосын әрмен қарай нені жаздым. Бағалау критерийін былай деп қойдым. Тақырыпқа сай оқиғаны сипаттап жазады, есте құрылымын сақтайды дедім. Сосын мен бірден дескрипторды сол үстіне жазып жібердім. Негізі ол дұрыс емес қой, бірақ мен дескрипторды былай деп қойдым. Білім алушы бейнебаянға қатысты өз түйген ойларымен бөліседі, достық жайлы мақал мәтелдер айтады. Берілген жағдаят бойынша құрылымы толық есте жазады, кейіпкерді сипаттап іс-әрекетін баяндайды, естеде тірек сөздер мен мақал мәтелдерді орынды қолданады дедім. Енді былай деп сабақтың енді басында сабақтың оқу мақсаты мен бағалау критерийлерімен таныстырамын. Сосын әрмен қарай былай деп қойдым. Басында бейнебаян, Мұқағали Мақатаевтың «Дос болам десең» деген өлеңіне түсірілген бейнебаянды көрсетемін деп қойдым енді. Сосын оқушылар тақырыпқа сай шын достың қасиеттерін қандай болу керек деген сияқты айтып шығады. Және басында ескертемін, балалар бір-біріңді қайталамаңдар, тыңдап отырыңдар, енді бірің айтылмаған нәрсені айтыңдар деген сияқты. Содан кейін достық жайлы мақал мәтелдер қандай білесіңдер деген сияқты. Сосын соны бәрін айтып алғаннан кейін мынандай жағдаят көздерін елестетіңдер, енді әртүрлі спорттық сайыстарға, білім бәйгелеріне барып жүресіңдер. Сонда сендер бір сайыста жеңімпаз болдыңдар. Сонда сіздерді достарыңыз құттықтады ғой. Көздерін елестетіңдер. Және енді сіздерге мынандай тапсырма беремін деп. Сіздерді құттықтаған достарыңыздың ішінен кімнің сезімі шынайы болғандығын сипаттап эссе жазасыздар. Ол үшін мен қазір сіздерге сөздер берем, тірек сөздерін, мақал мәтелдер жаңағы өздерің айтқан. Сосын өзімнен де қосымша басқа мақал мәтелдер беремін, көрсетіп, соны қолданып жазасыңдар деп айтып аламын. Жаңаға көрсетемін нені, беремін. Енді мен шынымды айтқанда, анандай бәрін көрсетіп, нетіп отыратындай бізде енді ауылда мүмкіндігі жоқ. Сондықтан мен кәдімгі параққа компьютермен шығарып, ресурс ретінде балалардың алдына әр балаға бердім. Сабақ ресурсы ретінде жаңағы бір бетіне Мұқағали Мақатаевтың өлеңін жазып қойдым, екінші бетке жаңағы дос туралы мақал мәтелдерді, тірек сөздерді арнайы бердім. Тірек сөздерге мынандай сөздер бердім. Шынайы, қуаныш, жүзі бал-бұл жанып, құшақтау, қол шапалақтау, әлақай, күлімсіреу, бәрекелді, тамаша, жүгіру, секіру, сүйсіну, ризашылық, қызару, ұялу, арқадан қағу деген. Содан кейін бірнеше мақал мәтелдер, енді оқушылардың айтқандары да болды, өзім жазып 10 шақты мақал мәтелдер дос туралы жаздым. Соны ұсындым балаларға. Сосын оқушылардың сосын сабақтың соңында, енді бұл жазылымнан кейінгі тапсырмада талқылауды балалардың өзіне не жаңағындай қалай ойлайсыңдар,
қай баланың эссесі жазған кімге қалай әсер етті, соны өз ойларыңды айтасыңдар. Жаңағы менде де сол попс формуласына салып ұсынады. Мен мына эссені бәйгеге ұсынамын, себебі деп несімен ұнады. Яғни үздік деп танылған эсселер бәйгеге ұсынылуы керек, және оны жазған оқушы емес, тыңдаған оқушылар ұсынады деп. Жұмыстың артықшылықтарын түсіндіреді, жұмыспен таныстырады, сәтті жақтарын қалай әсер еткенін айтады. Осылай деп бердім. Енді жібердім неге топқа балалардың жазғандарын. Қыз балаларым жазды бәрі. Енді ұлдар әне аяқтаймын, міне аяқтаймын деп үлгермедім деп тапсырмады. Бізде енді аз бала ғой ауылда. Енді өзім оқимын ба жазған балаларынан? Экранға шықты ма әйтпестер, мына мен эссені қойдым экранға. Шықты экранға. Мінекей, енді осында мінекей экраннан көріп тұрсыздар, көріп тұрсыздар, міне. Дос көңілдің күмбезі. Бұл Ақжан деген қызым. Ол өздері қойды, ол оқушылар өздері қойды ма тақырыптар, сіз қойып бердіңіз ба? Өздері, мен... Сіз тек қана жағдаят бердіңіз. Жағдаят бердіңіз, сипаттап сөздер бердіңіз, мен бұны алдым да, бірден сканердан, мектептің сканерынан өткізіп, үлгермей қалаймайын деп жіберген түрім ғой. Мен тіпті соны неге олай жазғанын тақырып қарап та үлгерген жоқпын бағана. Қарамағаныңызды жақсы, бірге қараймыз да, сосын келесі жолы сіз балаларға ұсынысты өзіңіз айта бересіз. Бірге қараған жақсы. Міне, дос дегеніміз қуанышыңда да, қайғыңда да әрдайым жаныңда болатын, қуанышыңда да, қайғыңда да әрдайым жаныңда болатын, сенің жамандығыңды жасырып, жақсылығыңды асырып, қорғап жүретін адамдардың бірі. 100 теңгең болғанша 100 досың болсын деген мақал тектен тек айтылмаған деп ойлаймын. Осы ана тектен тек айтылмаған, боста бос айтылмаған деген ана сөздер таптаурын болған сөздер. Ондай жаттанды сөздерден қаш деп үйретіңіздер. Ол ана жаттанды сөз естігеннен кейін сенің оқырман қызықпай қалады, бәрі айтатын сөз айтып жатыр деп. Досы жоқ адам, тұзы жоқ тағам деп те айтуға болады. Өйткені досың болмаса, ойнайтын, сырласатын адамың жоқ. Жалғызсырап қаласың. Ал тағамның тұзы жоқ болса, дәмі жоқ болады. Дос болсаң, берік бол, досыңа серік бол. Қазіргі заманда нағыз досты табу өте қиын. Бізбен бірге ойнауға баратын адамдар көп, бірақ қиын кезде қол ұшын созатын достарымыз аз десек те болады. Бір күнде дос табу қиын. Ол үшін нағыз доспен өмірдің сынақтарынан бірге өту керек. Егер сенің жаныңда уақытың және өмірің құрбан етуге дайын адамың бар болса, шынайы достық деген осы. Бұл өмірдегі өте құнды нәрсе, сондықтан оны қадірлеу керек. Жаңа сіздің айтқан ситуацияңызға келіп тұр ма, жағдаятыңызға? Ол келмей тұр ғой. Бізде не деп едік, әлгі спорттық сайыстан жеңімпаз атанған кезде сені құттықтағаны, соның шынайылығын бейнелеп сипаттап жаз деп айтқан едіңіз, жағдаят. Негізі былай қарасаңыздар, неге анандай адамдар бөледі енді? Менің осы 3 досым құттықтауға келді, соның ішінде Асан мені шынайы сипаттады, Үсен мен Абай онша көңілі бөлген жоқ деген сияқты болып кететін сияқты. Көрдіңіз ба? Сондықтан жағдаят кішкене баланың психологиясына дұрыс келмей тұрған сияқты. Біз оны ол жағынан сақ болуымыз керек. Баланың психологиясына нұқсан келтіретін жақтарынан сақ болуымыз керек. Бізге бір психолог та керек бұл жерде қарайтын. Көрдіңіз ба? Сондықтан сіз бұл жұмысыңызды, кез келген жазған жұмысыңызды лақтырмайсыздар. Міне бірінші рет, мысалы, сіз қадамыңызды осылай бастадыңыз, бұл жұмыста қалады. Соны айтасыз, міне тақырып осылай берілді, бірақ бұл дұрыс болмай шықты.
Неге дұрыс болмай шықты? Өйткені Иә. мұның тақырыбы оқушының психологиясына нұқсан келтіретін тақырып болып кетті. Сіздер де осындай тақырыптардан қашуларыңыз керек. Дегенде бұл да біз ана мұғалімдерге үлгі болады. Бұл да нұсқаулық болады. Сіз де бұл жұмысыңызды сақтап қоясыз кәдімгідей. Бірақ мынау кәдімгідей сабақ жоспарын көрсетіп, соның барлығын беріп, тақырыпты беріп, біз мүмкін былай айтуымыз мүмкін. Мысалы, оқушы психологиясына нұқсан келетін тақырыптар деген мүмкін шығаруымыз мүмкін бір жерлерінде. Үлгі түрінде қосып айтып кетіп, бір-екі бетте ма сондай. Мейлі оны 5-ші сынып, мейлі 6-шы сынып, 7-ші сыныпта болса да, сол тақырыптарды жинап қосып. Мына жерде мысалы бағана сіз сөйтіп жағдаятты айтып жатқанда мен бірден ойладым. Сонда ол бала өзінің достарын іріктейді ғой. Мені 3 досым келіп құттықтады, бірақ ананікі онша шын болған жоқ, мынаны білдірген жоқ, шын ба өтірік па. Ал енді Асан енді мені шынайы құттықтады деп. Көрдіңіз ба? Сонда іріктейді. Иә. Бұл енді баланың психологы. Бұл сені жазушы адамға да қиын. Енді өзінің қасында 3 досының қайсысын жақсы жаман деп айтады енді. Сондықтан енді Фарида бұның өзі бізге тәжірибе болып тұр. Сізге рахмет. Сіз егер осындай нәрсе айтпасаңыз. Керемет мынау. Бір басыма тас түскендей бірдеме керемет болып тұрып, мынанда расында да ескеретін екен, расында да керемет. Дұрыс, о жағын ескеру керек. Бір нәрсе жазып алдық, иә? Міне, осылай талдаудан, осындай шынайы талдаулардан шығады ғой. Міне сіздерге авторлық өнім осы міне. Авторлық өнім әлгі әріптестер қиналып звондайды ғой. Авторлық өніміңіз бар ма, сатасыз ба деп. Содан кейін мен енді өзім шок түскендей боламын ғой. Ол неге менің авторлық өнімім болса, мен неге оны сатуым керек деп. Ол өзіңнің бір туған балаңдай нәрсе ғой ол. Содан кейін авторлық өнім сататын кісілеріңіз бар ма деп шығады. Соны мен түсінбеймін ғой мұғалімдер. Бұл кісілердің бәрі неге сөйтіп сұрайды деп. Мына авторлық өнім, мысалы, осы міне біздің авторлық өніміміз. Енді міне дос дегеніміз қуанышта да, қайғыда да бірге болатын жан. Бәрі осылай бастапты, иә? Сіз сондай сөз бердіңіз ба? Иә, менің достарым өте көп. Көп достарымның арасында 3-4 адал достарым бар. Мына бала бастады. Көп достарым. Бірге отыратын. Бірге отыратын. Көрек ал қалай жазған. Осыны мысалы біз мысалға береміз. Мынандай тақырыптарда беруге болмайды деп. Менің достарым өте көп. Көп достарымның арасында 3-4 адал достарым бар. Не болса да біз бір-бірімізге көмектесуге дайынбыз. Мен кітап оқу сайысында 2-ші орын алдым. Мен Ақжан бірге отырады. Иә, ал менің достарым қатты қуанды, барлығымен жүзінде күлкі ұялады. Бұл өмірде доссыз, қызықсыз, себебі ішінде дейді, ал менің достарым қатты қуанды, барлығының жүзінде дейді. Мына өзін ешбір досын қимайды жамандыққа. Бөлмепті. Бұл өмірде доссыз, қызықсыз, себебі ішіндегі сырыңды жасырмай айтасың. Досты сыйлай білу керек. Ауыр сөз айтқан дос емес, өйткені адал дос болған досына сабырлы, жылы сөйлеу керек. Досты қадірлей білу. Мына бала ситуациядан шықты. Көрмей бәрінікі жақсы деп теңізші. Иә, бәрі жақсы құттықтады деп ситуациядан шығыпты. Енді басқа баланы көрейік. Кішкене жағдаятқа келейін деп ойлаған бала, иә? Иә, достық дейді. Дос адам өміріндегі ең керемет жан. Сен үшін отқа да суға да түсетін адам. Мен Абай оқуларынан 1-ші орын алдым. Достарым келіп құттықтады. Барлығы секіріп, арқамнан қағып, жарайсың дегенде сияқты мақтау сөздерін айтты. Менің өмірімдегі ең ерекше күндердің бірі болған еді. Өзім секілді достарым да қатты қуанды. Әрине арасында бетіме жалған күліп дейді. Шын ниетімен қуанып қызғанышпен қарайтындар бар дейді. Достарымның маған деген құттықтаулары. Бала не солай жағдаяттерді қойдыңызшы. Сондай жағдаяттерді қойдыңыз. Шынайы эмоциялар мені қуантты. Осы кезде кімнің шынайы, сенің қуанышыңа қуана білетін, кімнің өтірік таза ниетімен қуанбайтын, тек өзінің керегіне, өз пайдасы үшін дос болатындарды аз емес. Сондай достарға алданбайық дейді. Енді қалай жазып дейді, өзіміз жағдаят солай бердік қой. Көзінен жас шыққанша күлдім ғой, енді өзіміз сөйтіп беріп тұрмыз ғой енді.
келесі. Міне соны бұл бізге тәжірибе болды. Сосын біз былай не береміз ғой, жан досың туралы жаз деп, еш нәрседе шаруамыз жоқ, сарт еткізіп бере саламыз ғой балаларға. Негізі осы тақырыптар балаларға өте қиын тақырып. Оны өзіміз ойламаймыз. Жан досың туралы жаз деп жазып жібереміз, болды. Дос ол сенің серігің, қуанышта да, қайғыда да бірге көтеріп қолдайтын адал дос. Мен тұлға болам, бәйгесіне қатысып жүрмін. Оған досым да қатысты. Кешке бірінші кезеңнің жауабы келді. Нәтижесі де керемет. Мен 100 сұрақта 88 ұпай алдым. Досым мені бірінші болып арқамнан қағып күлімсірей құттықтады. Бетіне қарасам, жүзі бал-бұл жанып, сипатта бар балада. Бал-бұл жанып тұр екен. Мен де оны құттықтадым. Екеуміз қол шапалақтап қуанып қалдық. Досым екеуміз алақайлап секіріп алдық. Өйткені қуанышымызда шек болған жоқ. Мына балада сипаттау бар міне. Бұның бәрі адал достықтың белгісі. Мәңгі достық сарқылмас күшке ие деп санаймын. Себебі бір-біріне адал, адамгершілік қасиеттер мол достың болғаны керемет деп ойлаймын. Досы көпті жау алмас дегенде достарым көп болғанына қуаныштымын. Әрқашан қолдайтын, жігер беретін, сырлас әрі құрдас достарымен уақыт өткізгенде бір ғанибет. 100 сомың болғанша 100 досың болсын деп те бекер айтпаған. Досының ішкі жан дүниесі мен сырласа білген адам досын қадірлей біледі. Сол арқылы адам өзінің досын тани алады. Ойымды қорытындылай келе, мына жерден қате кетіп қалыпты. Сипаттап естісе ғой, ойымды қорытындылай келе деп жазбау керек. Достық ұлы күштердің бірі екенін түсіндім. Өмірде шынайы достың болғаны қандай керемет. Енді мына баланың бір ғана досы бар өзі. Ал жағдаятта бірнеше достар. Ал мына эстеде қарасаң бір ғана достар. Көрдіңіз ба? Бір ғана дос және ол адал дос. Ал жаңағы жағдаят мүлдем жоқ. Сол жағдаятты тіпті айту керек болған. Міне бірнеше дос емес, менде бір ғана досым бар. Сол бір ғана досымның өзі деп қорытындысында ма бір жерінде айту керек. Қорытындылағанда тіпті солай айту керек. Менде бірнеше емес, бір ғана досым болса да деген сияқты. Жағдаяттан бір белгі беру керек. Жағдаяттан белгі бермей тұр. Өзінің бір ғана досы бар, ол бағына орай адал дос болған. Болды. Жағдаятты қоспаған. Бірақ сипаттаулары бар. Ал біз сұрап тұрмыз жағдаятты қос деп. Мысалы 7-ші сыныптың баласына жақсы жазылған, 7-ші сыныптың баласына жақсы жазылған. Жаңа байқап отырмын, бала сауатты. Бұл өзі анау тұлға болам неге қатысқан өз сол күні несі келген. Менің атым Қожаны оқыды ғой олар. Кітап оқып отыр ғой қазір республика бойынша тұлға боламның соған қатысып атқан балада. 100-ден 88-ін алған. Мына мен 6-шы сыныпқа да соны жазғызғам сол моментте. Соны алып неттім. Сонда балалар жағдай екен біз дұрыстап өтсек, балалар біз өзіміз жақсылап дайындалып алуымыз керек екен. Не беруіміз керек екен. Енді мына 6-шы сынып пен 7-ші сыныпты салыстырып жатсыз, міне? Айлықтары бар. Өткен аптада асық ойнаудан бірінші орын алдық. Ол кезде біз 8 қыз бардық. Ойын өте тартымды, қызықты болды. Қыздар бірінші орынды иеленді. Сол уақытта досым мені құттықтады. Мен үшін жүзі бал-бұл жайнап, мені құшақтап алды. Анашым шынайы қуанышпен жарай. Анашым деді ма, онша білінбей тұр. Анашым шынайы қуанышпен жарайсың қызым деп арқамнан қақты. Алақайлап қол шапалақтадым. Көп достарым құттықтады. Досы көпті жау алмас деген. Енді тағы осылай 5 асықтан жүлделі орын аламыз деп дайындалып жатырмыз. Сол күні күлімсіреп жайнап жүрдім. Бәрі тамаша болды. Бәрі тамаша басында болды дейма. Тобымыздың қыздарына бізге ризашылықпен білдіруі мүмкін бәріне деп біздің топтың қыздарын құшақтап бізді мейрамханаға апарды. Қуанышты
болып үйге кеттік. Мына бала басқа нәрсе жазып кеткен сияқты. Бұл бала анау жүлде алған кезде қандай сезімде болды, оны қалай өткізді, солын жазып кеткен сияқты. Жағдаят жоқ. Достар құттықтап, одан кейін барып, бәрі оны қалай атап өткен туралы жазып кеткен сияқты. Тақырыптан ауытып кеткен, негізі жағдаяттан да ауытып кеткен. Бағана біз әлгі туған жер туралы сөз деген кезде туған жерден ерте кетіп қалғанмын, сондықтан мен жаза алмаймын деген сияқты бір ой оқушы байқауларға қатысып орын ала бермейді ғой жүлделі. Сонда байқауға жүлделі орын алмаған балалар не туралы жазамыз деп айту одан сыныптағы балалардың барлығы байқауға қатыса бермейтін балалар да бар ғой ішімізде. Олар не туралы жазу керек деп ойлау керек. Міне дұрыс. Туған жерден біз ситуациядан туған жерден шығып кете аламыз, мысалы өзің оқыған жазушылардың жаңа туған жерлерін айтқаны бойынша деп те айтып кетсеңіз, ол жерден ситуациядан шығасыз. Ал енді мына жерде не деп жазамыз деген, шығамыз деген ой келеді да, сонда біз жағдаятты бергенде де ойлануымыз керек деген. Жағдаят бергенде оқушының да мүмкіндігін ескеруіміз керек па, сонда дұрысын қалай не жазу керек екендігін дейсіз. Мінекей дұрыс. Бұл да мына ойдан ой туып, мына әрбір нәрсені талдаған сайын осылар бізге не болып жатыр, идея болып жатыр. Сонда тақырып берген кезде де оқушының жағдайын ескеріп отыру керек. Әртүрлі сол жағдайда бола ма, ол болмайтын оқушы ма, бәрі бірдей жағдайда, сол жағдайда бола алатын тақырыпты алу керек екен, енді мына жұмыстар кімдікі? Міне мысалы туған жеріңіздің 20 жылдан кейінгі өзгерісін қалай елестетесіз, сипаттап жазыңыз. Бұл нешінші сынып? Жаңа Фарида апай сіздікі болды ғой дейме? Болды. Тағы да не бір айтатын не болса айтыңыздар, мен сынды жақсы қабылдаймын, түзету керек. Сын деп ойламаңыз, біз өзіміз шығар бізді. Негізі мүмкін бұл бар ғой, сіздер қызық қабылдайсыздар. Бұл сын емес, бұл зерттеу. Бұл зерттеу. Түзету, сондай. Бұл бар ғой, бұл зерттеу, тек қана түзету демес, сында емес, түк демес, бұл зерттеп талдау болды. Бәріміздің мақсатымыз бір ғана нәрсе, біз зерттейміз, талдаймыз және үйрену, талдау, зерттеу дейікші. Жаңа Фарида үйрену, талдау, зерттеу депсіз. Міне, біз бағанада мысалы талдап отырып бірден айтып отырмыз. Қай жерлерін естеу керек, түзету керек жақтарын. Соны мысалы сіздер түртіп отырыңыздар бірден. Жазып отыру керек.